Ертеде Жошы ханның жалғыз ұлы болыпты. Бір түні хан өте жайсыз түс көреді. Бүгін аңға шықпа, көңілім бір жамандықты сезіп тұр. Әке, уайымдамаңыз, мен батырмын, аман есен ораламын. Біраз жүргеннен соң ханның ұлы құландар үйірін көреді. Ол садағын кезеніп бір құланды атып түсіреді. Жараланған ақсақ құлан ызаланып, қатты тұяғымен соғып, хан баласын жерге құлатады. Қаралы хабар жетеді. Кімдегім маған бұл жаман хабарды жеткізсе, оның көмейіне балқытылған қорғасын құямын. Ханның нөкерлері атақты күйші Кетбұғаны алып келеді. Уа, Кетбұға, бұл хабарды тек сен жеткізе аласың. Бір ауыз сөз айтпастан, Кетбұға шерлі күйді төгілтіп орындайды. Күйді тыңдаған сайын ханның көз алдына баласының қазасы елестейді. Жошы хан орнынан тік тұрды. Жетер, тоқтат. Оның тамағына қорғасын құй. Датым бар, тақсыр. Мен сізге ештеңе айтқан жоқпын. Жаман хабарды жеткізген мен емес, мына домбыра. Содан бері кейбір көне домбыралардың шанағында қорғасынның ізі бар деседі. Ал Кетбұға аман қалып, еліне аман есен оралады.